Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қаймақты сүзбемен сникерс тортын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқаға құмшекерімізді салып, осылай құмшекерімізбен жұмыртқамызды араластырып қоямыз. 50 грамм құмшекерді салып, құмшекеріміз еріп тұра береді. Енді еленген ұнымызға еленген какаомызды және қамыр қопсытқышымызды салып, осындай бөлме температурасындағы майымызды салып, мен тоңазытқыштан шығарғаннан істей беремін. Бастысы мұздатқышта тұрмаса болды. Неге осыны жаңағы ұнымызға, какао мен ұнымызға жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Барлық қосылатын мөлшерінің бәрі астында описаниеде толық жазылып тұр. Енді жаңағы жұмыртқамызбен құмшекерімізді үстіне қосып, басқа артық зат қоспай, осылармен қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қазіргі ауызашарға кереметтей таптырмас, өте ерекше пирогтарыңызды жасап қойсаңыздар болады осындай. Енді еленгеннен кейін салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді бізге сүзбеміз қажет, яғни творогымыз. Одан кейін қаймағымызды қосамыз. Және де өлшеулі құмшекерімізді қосып, жұмыртқамызды қосамыз. Және де бізге кукурузды крахмал қажет болады. Екі қасық кукурузды крахмалды қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Блендермен де араластырып алсаңыздар болады. Егер творогтарыңыз ірі болатын болса, блендермен араластырсаңыздар болады. Мінекей ортасын салмасын дайындап қойдық. Енді табамызды барлық жеріне майды тигізіп майлап аламыз да, тоңазытқыштағы қамырымызды алып, барлық шетіне жайып шығатын боламыз. Бортиктерін көтеріп, әдемілеп жайып шығамыз табамызға. Осы кезде уже пештеріңізді қосып қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пеш болу керек міндетті түрде. Одан кейін барлық жеріне жайып алғаннан кейін вилкамен жақсылап тесіп алып, жаңағы салмамызды салатын боламыз ортасына. Шет-шетін осылай бортиктерін басып шықсаңыздар болады, бірдей етіп. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутқа салып алсаңыздар болады. Салып аламыз. Енді осындай бетіндегі шоколадын дайындаймыз, яғни ганажын. Ол үшін бізге осындай милка молочный шоколад қажет. Водяной парда, яғни сулы парда астында су қайнап жатады. Бірден суға отқа қоймайсыздар, астына қайнаған суға. Мен толық көрсетпеппін видеода. Шоколадымызды ерітеміз және де осылай бетіне сливки құятын боламыз. Екеуін бірден осындай ерітеміз. Одан кейін жаңағы орехымызды салатын боламыз. Барлығы толық ерігенше осылай араластырамыз да, сәл ғана кішкене суытып қоямыз. Оған дейін біздің пирогымыз пісіп шықты да, пісіп шыққаннан кейін суытамыз пирогымызды де, формадан алмай суытамыз. Және де кішкене шоколадымызды да сәл суығаннан кейін осылай бетіне құйып шығатын боламыз. Бүкіл жеріне тигізіп, дәнектердің ортасына қарай ыңғайлап, әдемілеп, сәндеп.
тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салбасаңыздар болады. Шоколады қату керек. Мінекей формасынан алдым, шоколады қатты. Міне осылай ыдысымызға әдемілеп салып қойсаңыздар, өте ерекше көрінеді. Өте дәмі ерекше, жұмсақ. Жасап көріңіздер барлықтарыңызда. Ас болсын.